Қазақстанда жуырда Чайнатаун қалыптасады. Ұнат ұнатпа, жақтыр жақтырма, сен сенбе, Қытайдың қалашығы қазақтың жерінде қалыптасқалы тұр. Оған жолды мынау зұлым сатқын билік ашып беріп отыр. Қазір визасыз режиммен қаптап келіп жатқан қытайлар Қазақстандағы қазағы бар, басқасы бар, бұратана келімсегі бар, отырып қалған кәрі қыздарменен, ажырасқан келіншектерменен сақ-сұқ еткізіп үйленіп, құжатты халыққа қызмет көрсету орталығында шұғыл және ерекше тез жылдамдықпен рәсімдеп, Қазақстанның азаматтығында жеделдетілген жолмен алып жатыр. Және олар Қазақстанда туып өскен қазақ, тіпті басқа да қазақстандықтар сатып ала алмайтын, жылжымайтын мүліктерді сатып алуда, жерлерді сатып алуда, компанияларды тіркеуде. Қазір Қазақстанда бүкіл бизнес қытайлардың қолына өтіп бара жатыр. Жылжымайтын мүлік саласы қытайлардың қолына өтіп бара жатыр. Тіпті мынау аталмыш ұлттық банкті де Тәжікстанға сатып жіберіп, Тәжікстандағы Қытайдың компаниясы арқылы меңгеріп отыр. Қазір Қазақстанда ештеңке қазақтық емес, тек аты ғана Қазақстан. Жұрттың бәрі бұны айтсақ сенгісі келмейді. Шын мәнінде бұндай мемлекеттер бұрын болмады емес болды. Сингапур синдромы және Қытай қаупі деген лекциямызда осыны анау 7-8 жыл бұрын жұртқа айтып түсіндіріп дабыл қаққанбыз. Қытай жазған өтірік тарихтың ащы шындығы деген лекциямызда қытайлар қалай идеологиялық тұрғыдан шетелдерді жаулап алатындығын айтып түсіндіргенбіз. Міне сол зар заман келе жатыр. Қазақтар мына зұлым биліктің істеген барлық зұлымдығына үнсіз көніп отыра беретін болса, Қазақстан болашақта Вьетнам, Лаос, Мьянмар, Малайзия, Филиппин, Индонезия, Камбоджа, Тайланд, Сингапур сияқты елге айналады. Негізінде Сингапур деген мемлекет тарихта болмаған. Ол малайлардың жері еді. Оңтүстік Шығыс Азияда бір тілде, бір дінде бір халық бар. Ол халықтың аты Малай болатын. Осы Малай халқының 3 мемлекеті бар. Біреу Индонезия, біреу Бруней, біреусі Малайзия. Малайзия тәуелсіздік алған кезде олардың құрамындағы қытайлардың саны өте көп болды. Бірақ жердің иесі, елдің иесі Малай еді. Сондықтан олар қытайлар болашақта билікке таласады деп Сингапурды, яғни 80%-дан астамы қара Қытай болған Сингапурдың жерін кесіп алып, парламентте 3 рет дауысқа салып, 3 талақ айтып тұрып Сингапурды алып тастады. Яғни денедегі қатерлі ісікті кесіп алып тастағандай, Сингапурды сен кет, өз алдыңа ел бол деп кесіп тастады. Адамзат тарихында мыңдаған жылдар бойы соғыстар тек жер үшін болады. Жерді алу үшін, жаулау үшін соғысады. Ал адамзат тарихында біреудің құлдығынан құтылу үшін, еркіндік үшін халықтар соғысады. Ал Сингапур таңғажайып ел. Ол тәуелсіз болмаймын деп жанталасты. Қандай бір халық тәуелсіз болмаймын деп жанталасады. Сингапур солай болды. Ол Малайзияның денесінің ішінде тұрып, паразит құрт болып, Малайзияны тұтасымен жұтып алуды көздеді. Бірақ малайлар Сингапурды кесіп алып, өз алдыңа бөлек ел бол деді. Сол кезде Нобель бейбітшілік сыйлығын Кейнтон алған. Бірақ сол замандағы Сингапурдың мемлекет атасы құрушысы Ли Куан Ю Малай парламентінде еңіреп тұрып жылаған болатын. Еңірегенде көз жасын көлдетті, еңірегенде етегі жасқа толды. Тіпті суда жоқ, тұщы суда жоқ, азық-түлігі жоқ. Сингапурды мен қайтып ел қылам. Біз Малайзиядан бөлінбейік, біз тарихи тамырымыз бір болған халықпыз деп жанталасты. Қазіргі Малайзияда тұтас халықтың 26% Қытай, 13% үндіс, ал 61% Малай. Малайлар өз халқының туу көрсеткішін көтеру үшін қолынан келгеннің бәрін істеп, мемлекетте малайлардың санын көп қылды. Ал Сингапур сөйтіп тәуелсіз ел болып қалды. Ал енді Камбоджада 2 реткі премьер-министр кәдімгі қара Қытай болды. Ташин деген Қытай, артынан оның қарындасы Йиңла деген Қытай
Таиландтың премьер-министрі болды. Ал Камбоджа ежелден Қытайдың қуыршақ мемлекеті. Ал Мьянмарда 6 штат бар. Мьянмардың Гоган деген штаты басы бүтін Қытайдың бір өлкесі сияқты. Онда юан ақша ретінде жүреді. Чайна Телеком, яғни Қытай Телеком, ондағы үйлердегі жылжымайтын телефон ретінде қолданылады. Чайна Мобайл кәдімгі жұрттың бәріне ұялы телефон сервисін жасайды. Ол жерде Қытайдың кәдімгі құрлық Қытайның коммунистердің қысқартылған жаңа Қытай иероглифі қолданылады. Тіпті Мьянмар қазір бүкіл дүние жүзіндегі адам ағзасын тірідей сойып саудалайтын әлемдегі бірінші орталыққа айналды. Бұған тіпті Американың өзі кірісіп дабыл қақты. Қазір көптеген қылмыстық топтар осы азиялық қылмысқа батқан елдерді, әсіресе сондай елдердің жастарын алдап, жаңағы неше түрлі Дубайға, Истанбулға, тағы басқа Бангкокқа, Гонконгқа шақырып алып, артынан жаңағы Мьянмар арқылы ұшатын бір рейстерді таңдап, Мьянмарға барғанда қылмыстық топтар қарулы түрде әлгі адамды алып кетеді, болды, сонымен жоқ болады. Бұндай қылмыстық оқиға қазір керек десең Американың барлау қызметінің назарын аударып отыр. Мьянмар шын мәнінде қазір Қытайдың адам ағзасын саудалайтын, адамдарды тірідей сойып, бауыр бүйрегін алатын орталығына айналып отыр. Яғни Мьянмар Қытайдың батпағына батқан ел болып отыр. Айта берсек көп. Вьетнам мен Қытай ортасындағы соғыста сол Вьетнамдағы Қытай диаспорасының көптігіне байланысты және Қытай компартиясы құрған партизандық ұйымдардың Вьетнамда билікке келе жаздауына байланысты Вьетнам ұлтшылдары ең соңында Вьетнамдағы Қытай коммунистерін қуып шықты. Сөйтіп, Вьетнам мен коммунистік Қытай соғысты. Ары жалғастыра берсек кете береді. Индонезияда 1990 жылдардың ортасында индонезияндар менен жергілікті қытайлардың ортасында үлкен қақтығыс болды. Себебі Индонезияның 40% тұрғыны Қытай еді. Анығында бұл қытайлардың барлығы келімсек Қытай болатын. Жердің иесі, елдің иесі сол индонезияндар еді. Олар мұсылман қауым еді, ал қытайлар буддистер болды. Енді қазір Индонезияда мәңгілік проблема осы Қытай. Себебі елдің экономикасының 90% қытайлардың қолында. Бүкіл тамақ бизнесі, қонақ үй бизнесі, туризм, медицина, сауданың барлық түрі, жылжымайтын мүлік, банк саласы бәрі Қытайдың қолында. Жердің иесі, елдің иесі индонезияндар қытайларға құл болып өмір сүруде. Малайларда да сондай. Куала-Лумпурда бірнеше мәрте болдым. Ең ерте Куала-Лумпурда болған сәтім осы 2000 жылдардың басы еді. Сол кезде Куала-Лумпурдағы ең қымбат қонақ үйлері, ең жақсы бизнес орталықтары бәрі Қытайдікі екенін көрдім. Тіпті Малайзияның астанасы Куала-Лумпурды электрмен қамдап отырған электр станцияны Қытай салып берген. Қытай болғанда сол Малайға сіңбелеп келген сіңбе Қытай. Бірақ Малайзия мұсылман ел. Оларда казино харам. Бірақ электр станцияны салып берген Қытай талап қойған. Мен казино құрамын дейді. Шарасыздан харам болса да ақшасы жоқ, инвестициясы жоқ малайлар Қытайдың талабына көнеді. Сөйтіп, Қытайдың ұлттық бизнесі болған казино өздері мұсылманбыз, шариғат жолымен жүреміз дейтін Малайзияның Гендинг тауында орналасады. Мен осы Куала-Лумпурдың қаласынан бірнеше сағаттық жердегі Гендинг тауына да шықтым. Сол таудың басында, бұлттардың үстінде, төменде қалың бұлт табанның астында жатқан сол биік шоқының басында әлемдегі ең сұмдық казино тұр.